У Аяна Сагидулла опухоль головного мозга. Страшный диагноз ребенку поставили в 4 года. После нескольких операций наступила ремиссия, но сейчас болезнь вновь прогрессирует. Через портал мы поехали в Астану на первую операцию, но полностью удалить опухоль Аяну не смогли, удалили только 10%. Тогда я обратилась за консультацией в немецкую клинику. Они сказали, что полностью удалят опухоль. Тогда волонтеров и неравнодушных людей мы собрали необходимую сумму и уехали. Құрметті профессор Шольц мырза, мен Сагидулла Аянның анасымын. 2025 жылы 16 мамырда Германия елінде Сана Дюйсберг клиникасында жасаған күрделі отаңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Әр ата-ана үшін баласының денсаулығы мен өмірінен асқан қымбат дүние жоқ. Сол қымбаттыны сақтап қалуға қосқан үлесіңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Жұмысыңыз жемісті болсын. Балама жасаған әр жақсылығыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Құрметті Константин мырза, біздің Германияға баруымызға себепкер болғаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізге сенім мен үміт сыйладыңыз. Жасаған жақсылығыңыз алдыңыздан шықсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз.